Сәлем достар, бүгінгі түс жору шығарылымында түсіңізде үй тазаласаңыз қалай жорылады? Ең алдымен каналыма тіркеліп, жаңа видеоларды жіберіп алмау үшін қоңыраушаны басуды ұмытпаңыздар. Ал ендеше түсімізді бастайық. Түсіңізде үлкен үйді тазаласаңыз, басқа қалаға көшесіз. Қараусыз қалған үйді тазаласаңыз, жалғыздықты білдіреді. Өте лас үйді тазаласаңыз, депрессияны білдіреді. Досыңыздың үйін тазаласаңыз, қиын өмірлік жағдайда достарына көмектесуді білдіреді. Жаңа үйді тазаласаңыз, достарыңызбен кездесуді білдіреді. Түсіңізде үй жинау және заттарды жуу бизнесте табысқа жетуді білдіреді. Шаңды сүрту және лас ыдыстарды жуу күнделікті үй жұмысын орындауды білдіреді. Өрмекші ұяларын алып тастау, еденді сыпыру және жуу маңызды құжаттарға қол қоюды білдіреді. Үй сатып алу және оны тазаласаңыз, отбасын толықтыруды білдіреді. Пешті тазалағаныңызды көрсеңіз, мазасыз ойлардан арыласыз. Түсіңізде әйеліңізбен үйді тазалағаныңызды көрсеңіз, жанұядағы жанжалдарды білдіреді. Түсінде күйеуімен бірге үй тазалағанын көрсе, көшуді білдіреді. Түсіңізде үйді туыстарыңызбен бірге тазалағаныңызды көрсеңіз, отбасылық мерекені білдіреді. Түсіңізде үйіңіздегі заттарды ретке келтірсеңіз, жеке өміріңіздегі мәселелерді білдіреді. Түсіңізде басқа біреудің пәтерін немесе үйін жинап жүргеніңізді көрсеңіз, күнделікті мәселелерді сәтті шешуді білдіреді. Жақын адамның үйін жинасаңыз, жағымды компанияда демалуды білдіреді. Ең жақын досыңызбен жаңа үйде жинастырсаңыз, тыныштық пен бейбіт өмірді білдіреді. Түсінде тазалаушы әйел ағасының немесе әпкесінің үйін қалай жинап жатқанын көру жақсы жаңалықты білдіреді. Түсіңізде үстелдің шаңын сүртсеңіз, аз пайданы білдіреді. Жалпы мұсылманша түс жору кітабында пәтерді тазалау туралы түстер проблемаларды шешу немесе түс көрушінің ескі қарыздарын төлеуді білдіреді. Түсіңізде әкеңіздің үйін жинап, ауладағы заттарды ретке келтіру шамадан тыс сенімсіздіктен туындаған мәселелерді білдіреді. Түсіңізде қонақтармен үйді жинау үлкен пайда алуды білдіреді. Түсіңізде ауылда орналасқан үйді тазарту жақын адамдармен қарым-қатынасты жақсартуды білдіреді. Түсінде әйелдер үшін үйін тазалау және сүрту жұбайымен қарым-қатынасты немесе балдарының әл-ауқаты мен денсаулығын жақсаруын білдіреді. Достар, осымен бүгінгі түс жору шығарылымы аяқталды. Видео ұнаса лайк басып, каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Келесі кездескенше сау саламатта болыңыздар.